Баршаларыңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8 сыныптың химиясы, 5 параграф, қосылыстар формуласын құрастыру тақырыбы бойынша үй тапсырмасының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз, қай заттардың тотығу дәрежелері нөлге тең? Мысал келтіріңіздер дейді. Бізде жай заттардың тотығу дәрежелері нөлге тең болады. Жай заттардың солардың ішінде мысал келтіретін болсақ, N2, иә, O2, хлор 2 секілді тек қана бір ғана атомнан тұратын заттардың тотығу дәрежелері нөлге тең болады. Ары қарай екінші сұрағымыз, тотығу дәрежелері бойынша келесі қосылыстардың формуласын құрастырыңдар дейді. Бірінші қосылысымыз ол фосфор 5 оксиді. Яғни ол жерде бізде фосфор бар және де оттек бар, иә? Оттектің тотығу дәрежесі -2-ге тең болады, ал фосфордікі +5. Яғни біз осы жерден 5-ке де 2-ке де бөлінетін ең кіші санды аламыз. 5-ке де 2-ке де бөлінетін ең кіші сан ол жерде 10 деген сан, иә? 10-ды 5-ке бөлсек 2, 10-ды 2-ке бөлсек 5 болады. Сонда фосфор 5 оксидінің формуласы P2O5. Келесі алюминий бромиді дейді. Алюминий бром, иә? Бромның тотығу дәрежесі -1-ге тең. Яғни бромның сыртқы қабаты толу үшін оған бір электрон жетіспейді. Ол сол бір электронды өзіне қосып алып, -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал алюминийдің тотығу дәрежесі +3. Яғни алюминий сыртқы қабатында тұрған 3 электронын беріп жібереді. Иә? Сонда 3-ке де 1-ге де бөлінетін ең кіші санды аламыз, ол 3 деген сан. 3-ті 3-ке бөлсек 1, оны жазбай қойсақ болады. 3-ті 1-ге бөлсек, сонда алюминий бром 3 болады екен. Магний хлориді, магний хлор, хлор -1 тотығу дәрежесі, магниткі +2. Сонда біздің белгісіз затымыздың формуласы, магний хлоридінің формуласы магний хлор 2 болады. Ары қарай үшінші тапсырма. Формуланы құрастырыңдар дейді. Шыны kesісуде алмазды алмастыратын бор нитриді, бор және азоттың қосылысы дейді. Яғни бор нитридінің формуласы, ол жерде сонда құрамында бор бар екен, Б және азот бар. Енді қарап отыратын болсақ, қосылыстың формуласы дұрыс па екен қарайық, бордың тотығу дәрежесі бізде +3-ке тең. Яғни ол үшінші топта тұрғандықтан сыртқы қабатындағы 3 электронды беріп жібереді. Ал азотқа сыртқы қабаты толу үшін 3 электрон жетіспейді. Сондықтан -3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Міне көріп отырғанымыздай тотығу дәрежелері бірдей болып тұр, Бұндай уақытта формула уже дұрыс құрастырылып тұр. Артық индекстер қажет емес деген мағынаны білдіреді. Кеміргіштерге қарсы қолданылатын күшті У мырыш фосфейді, мырыш пен фосфордың қосылысы дейді. Яғни ол жерде мырыш бар және де фосфор бар, мырыштың тотығу дәрежесі +2-ге тең, ал фосфордікі бізде -3-ке тең. 2 мен 3-ке бөлінетін ең кіші ортақ санды аламыз, ол 6. 6-ны 2-ке бөлсек 3, 6-ны 3-ке бөлсек 2. Сонда мырыш фосфидінің формуласы мырыш 3P2 болады екен. Төртінші тапсырма, формулалар берілген заттардың құрамындағы әр элементтің тотығу дәрежелерін анықтаңдар. Бірінші қосылысымыз бізде метан, метан -1, сутектің тотығу дәрежесі -1 болады, ал көміртектікі +4. Феррум хлор 3, хлордікі -1, темірдікі +3 болады. Кальций F2, фтордікі -1, кальцийдікі +2. Көріп отқанымыздай бейметалдар, олар әрқашанда электронды өзіне қосып алады, Сондықтан да олар көріп отқанымыздай теріс тотығу дәрежелерін көрсетіп жатыр. Ал кальций, темір секілділер, олар металдар ғой, сондықтан да олар
өздерінің сыртқы қабатында электрондарын беріп жібереді. PH3 PH3 енді бұл жерде екеуі де бейметалл, сондықтан да қайсысының электр терістілігі жоғары, соған қараймыз. Бұл жерде фосфор қосып алады, -3 болып, ал сутек береді. Натрий 2С. Күкірт -2 электрон қосып алады, ал натрий береді, +1 болады. SO2 -2 +4 -1. Так, енді жерде қараңдар, NH3. NH3. NH3 екеуі де бейметалл. Екеуі де бейметалл, сондықтан да бұл жерде электр терістілікке қарайсыңдар. Электр терістілік азотта жоғары екен, сонда азот қосып алады, -3 болады, +1 болады. Калий 2С, -2 +1, -2 +2, -2 +1, -1 +3, -2 +2, ал N2 деп тұр, бұл жайдат болғандықтан тотығу дәрежесі 0-ге тең болады екен. Міне, осылай өздеріңізге жазып алыңыздар. Ары қарай 5-ші тапсырма. Қай қосылыс құрамындағы хлордың тотығу дәрежесі ең жоғары дейді. Хлордың тотығу дәрежесі ең жоғары дейді. Ана жерде -2 +2 болады. -2 +1 болады. Так, мынау свет көрініп тұр ма? Әлде қызыл түспен жазайын ба? Сіздерге көріну үшін. -2 +2. -2 +1. Мына жерде қараңыздар, хлор 2 O5 -2. Қайдан шығып жатыр? Қарайық, -2. -2-ні мына жерде тұрған 5-ке көбейтеміз. 10 болады, 10-ды мына тұрған 2-ге бөлеміз. Сонда мына жерде +5 болады. Хлор 2 O7-ні қараңдар, -2. Оны 7-ге көбейтсек 14 болады. 14-ті 2-ге бөлсек 7. Сонда мына жерде +7 болады. Ең жоғарғы тотығу дәреже ол мына В вариантында екен. Хлор 2 O7 деген қосылыста хлор ең жоғарғы +7 деген тотығу дәрежені көрсетеді. Ары қарай келесі тапсырма. Алтыншы тапсырма. Химиялық элементтердің периодтық кестесін пайдаланып, әр ионның зарядын анықтаңдар, қосылыстардың формуласын құрастырыңдар дейді. Зарядын анықтаңдар дейді, және қосылыстардың формуласын құрастырыңдар дейді. Так, давайте мына жерге мен жазайын. Натрий С деп тұр, натрий +1 болады. Себебі металл, сыртқы қабатта бір электрон беріп жүріп, +1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Заряды 10 болады. Ал күкірт ол бейметалл, сондықтан да -2. Сыртқы қабат толу үшін оған 2 электрон жетіспейді. Міне, 1 мен 2-ге бөлінетін ең кіші ортақ санды аламыз, ол бізде 2 болады. 2-ні натрийдің 1-не бөлсек 2 болады. 2-ні натрийдің 1-не бөлсек ол жерде 2 болады. Сонда біздің формуламыз натрий 2С болып шығады екен. Келесі алюминий фтор. Алюминий +3 болады, фтор -1 болады. Заряды. Енді 3 пен 1-ге бөлінетін ең кіші сан ол бізде 3. 3-ті 3-ке бөлсек 1, ал 3-ті 1-ге бөлсек 3. Сонда алюминий F3 болады екен. Келесі калий хлор. Калий +1, хлор -1. Екеуінің тотығу дәрежелері бірдей болғандықтан формула осылай қалады. Кальций оксиді -2 +2. Бұл жерде тотығу дәрежелері бірдей, сондықтан формула уже дұрыс құрастырылып тұр. Бериллий хлор. Бериллий +2 тотығу дәрежесін көрсетеді, хлор -1.
екіге де бірге де бөлінетін ең кіші сан ол бізде 2 болады. Сонда белгісіз қосылысымыздың формуласы бериллий хлор 2. Келесі калий О. Калий плюс 1 болады. Тотығу дәрежесі оттектікі минус 2. 1 мен 2-ге бөлінетін ең кіші сан ол бізде 2. 2-ні 1-ге бөлсек 2 болады. 2-ні 2-ге бөлсек 1. Сонда формуламыз калий 2О болады екен. HS минус 2 плюс 1. Сонда ең кіші сан деп 2-ні аламыз, бөлгіш H2S болады екен. Сонда формуламыз алюминий О. Алюминий плюс 3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал оттек минус 2. 3 пен 2-ге бөлінетін ең кіші сан ол бізде 6. 6-ны 3-ге бөлсек 2, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Сонда формуламыз алюминий 2O3 болады екен. Бұның барлығын қаяқтан алып жатырмыз? Бұның барлығын жаңағы элементтердің орналасқан тобына қарайсыздар, иә. Алюминий 3-ші топта тұрғандықтан не істейді ол? Тотығу дәрежесі плюс 3 болып тұр. Мына сыртқы қабатындағы 3 электронын беріп жіберіп жатыр, иә. Ал оттек болса ол 6-шы топта тұр. Сыртқы қабатында 6 электрон бар. Сыртқы қабаты толу үшін оған 2 электрон жетіспейді. Сондықтан да ол минус 2 деп 2 электронды өзіне қосып алып жатыр, иә. Келесі ПО. Қараңыздар, міне оттек минус 2, фосфор плюс 5. Сонда 5 пен 2-ге бөлінетін ең кіші сан ол бізде 10 болады. 10-ды фосфордың 5-іне бөлсек 2, 10-ды оттектің 2-сіне бөлсек 5. Сонда формуламыз P2O5-ті құрайды екен. Так, ары қарай кеттік. 7-ші тапсырма. Осы иондарды қолдану арқылы нөлдік қосынды әдісімен химиялық қосылыстардың формуласын құрастырыңдар дейді. Так, натрий мен бромды алуымызға болады, натрий бром. Натрий мен бромды алуымызға болады, иә. Көріп отқанымызда натрий біз бұл жерде оң зарядталып тұр, ал бром теріс зарядталып жатыр, иә. Міне натрий плюс 1, бром минус 1. 1 мен 1 болғандықтан тотығу дәрежелері ол жерде біз өзін қалдырады екенбіз. Келесі магний плюс 2, С минус 2. Бұл жерде екеуінде тотығу дәрежелері бірдей болып тұрғандықтан бұл жерде формула дұрыс деп қалдырамыз. Келесі феррум феррум 3 плюс, оттек 2 минус. Міне 3 пен 2-ге бөлінетін екінші сан 6 сан аламыз. 6-ны 3-ге бөлсек 2, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Сонда фталатымыздың формуласы феррум 2O3. Келесі сутек пен оттекті алуымызға болады. Плюс оттек минус 2. Мына жерде плюс 1 деп алсақ, 1 мен 2-ге бөлінетін ең кіші сан ол бізде 2 саны, иә. 2-ні 1-ге бөлсек 2. Бұнда формуламыз H2O болып қалады. Ары қарай кеттік. 8-ші тапсырма. Берілген нұсқалар бойынша заттардың формуласын жазыңдар дейді. 2 атомнан тұратын азоттың 1 молекуласы дейді. Формула N2 болады. 1 атом мыс, бір атом мыс, купрум, және 1 атом оттектен тұратын мыс оксидінің 2 молекуласы дейді. 2 молекуласы деген сөз, ол алдында коэффициент ретінде 2 бар деген мағынаны береді. 2 купрум мол болады.
үш атом оттектен дейді. Үш атом оттектен дейді. О3 болады, иә? Тұратын озонның 4 молекуласы. Көрдіңдер ме? 4 молекуласы деген сөз коэффициент ретінде 4 бар деген сөз. Магниттің 3 атомымен дейді. Магниттің 3 атомымен. Атом десе, значит, индексінде 3 бар деген сөз, иә? Магний 3, 2 азот атомынан дейді. N2 тұратын магний нитридінің молекуласы. Сонда магний 3N2 болады. Көміртек диоксидінің формуласы SO2. Диоксиді деген сөз, ол жерде O2 оттегі бар деген мағынаны білдіреді. Міне осымен 5-ші параграфқа арналған үй тапсырмасы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Келесі сабақтарда кездескенше.